Жоғысың ба? Дәурен, мыналардың арасындағы ең нормальный адам сен ба десем? Өзің нормальный адамсың. Больничныйда қалаған уақытында алатын Абилос құрамасы. Ол жасаға қареш, сізді жайдаманда көргеніме қуаныштымын. Ал, жоқпын, маса өрсін. Өзім осылай сөйлеймін. Наурыстан ұсынсын бар, ана жігіттің аяғын сүйсем 10 мың теңге берем. О, қалай болады екен? Ладно, 50 мың. Жай тапсайын ба, 10 мың ойланатын ба? Ерте, мен кеше емшек ұстадым ба? Халыққа түсінікті тілде айтса, сиыр саудым деп. Енді ол да емшек қой? Сиырдікі о? Ой, сен де мен көре алмайсың да. Бұл қазба алқасында мерек қарт отыр, егер жексек бүгін ол кісі үйіне қонаққа шақырады. О, қарттар үйіне барады. Дәурен, осындай миға сыймайтын әңгімелерді ең халық сенің ас демейді деп ойлайды. Қалып Мынау сахна, бұл жерде өнер керек. Менде өнер бар. Қандай? Мен ол сваркаға 30 секунд қарап тұра аламын ба? Не 30 секунд? Одан қызық емес дүңгір. Алқаш! Не айтып тұрсың? Шайын өтіп қой. Қалай, Алқаш деген сөз жүрегіне тиген жоқ па не? Сенің ма алы көзбен қарап отырсың? Өз сондай көздің. Мен сен шүгіңлері кескенде келмейсің да? Ар жағында. Қалай пианино базады? Сен маған қарсы шықтың ба, мен не yapsam? Сен әкені қалай сөйлейсің? Сен мен әкемсің ба не? Ача әкені қалай сөйлейтінін білуге оңай ба не? Жігіттер қойдық, өзіміздің жаман жақтарымызды көрсетпейік. Мына жақты қалай көрсетпесін? Қарсыластарымыз өздерінің өміріндегі әзілдерді ойнайды. Онда біз де өзіміздің өмірдің әзілдерді ойнайық. Сонымен поликлиникада. Бәрін айтып жүресің, түсінбей қалдым. Гемоглобин. Пираприлокс. Дифирокс таблеткасы. Сөйлегенің жазуың сәтті екен да сенің. Темірбай, саған сұрақ қойшы, осы иттің құйрығы неге аяқ? Қарлығаштың құйрығы неге айыршан? Қойшы, қарлығаштың не айтсам да ма не? Наурыз, осы соңғы кезде сен жолың болмай жүр, Қалай жолың? Қойшы, микрофон сыймай алмады.